Шақарда биылғы жылы 19 көшеге тас жол төсеу жұмыстарын жүргізу мақсатында қалалық бюджеттен қаржы қаралып мемлекеттік сатып алу конкурс нәтижесінде мердігер мекемелермен келісім шарт жасалды. Қазіргі таңда құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. Қаланың шет аумағында орналасқан ұзындығы 685 метр болатын Қызылжарма 54 көшесіне және ұзындығы 490 метрді құрайтын Титов қыстағындағы Рүстембек көшесінен Титов бірінші көшесіне дейінгі аралықта тас жол төсеу жұмыстары жүргізілуде. Ауа райының салқындығына қарамастан өз жұмыстарын атқарып жатқан мердігер мекеме Реалстройснаб жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Аталмыш мердігер бұған дейін де шаһар көшелерінің сапалы салынуына жауапты болып, уақытылы аяқтап келді. Оннан астам қызметкер арнайы құрылғылармен құм төсеп, қиыршық тас салу жұмыстарын жүргізуде. Қазіргі таңда бізде Әл-Фараби ауданы бойынша, мөлтек ауданы бойынша, Титов мөлтек ауданы бойынша қиыршық тас төсеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жерде бұрын-соңды жол болмаған көшелер де бар. Солардың бәрін біз ашып, жаңадан жол салып, қиыршық тас төсеп, астына құм төсеп жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Тас төсеудің алдынан бұрын бізде құм төсеп жатыр астына. Бұл жерлердің бұрын-соңды жол болмаған жер болған соң құм төсеп астына салып жатырмыз. 2020-21 жылдарға бөлінген болатын. 2020-да 3 көшені тапсырдық. Енді 21-де қалған 19 көшені тапсырамыз деп барлығы уақытында келе жатырмыз. Құдай қаласа біз осы айдың соңында тапсыруға ниеттеніп жатырмыз. Ұзақ жылдан бері екі аумақтағы, яғни Титов қыстағы мен Әл-Фараби шағын ауданындағы бұл екі көшеде жөндеу жұмыстары түгілі көше жолы болмаған. Халық жаңбырлы күні Белшеден Балшыққа батып күн кешті. Енді биылғы жылы көше жолдарының реттелгеніне тұрғындар риза. Бүгін мынау ауылдарымызға жол салынып жатыр. Біз ризамыз жан-жақтың бәріне. 2005-тен бері осы Титовтың тұрғынымыз, Балшық, үйімізден шалмайтынбыз. Қазір өзіміз жол жасап, сөйтіп лаждап жүретінбіз. Енді қазір жақсы жан-жаққа жол түсіп жатыр. Рахмет, Реалстрой компаниясына рахмет, көптен көп. Енді жаймендеп тастарын төсеп жатыр. Биыл тас төсейміз, келесі жылы әдемілеп береміз деп жатыр. Біз осы Әл-Фараби ауданының Қызылжарма ауылының тұрғындарымыз. Сырттан көшіп келдік. Біз келгенде батпақтығын, екі аяқ киіммен балдарымызды қатынаттық. Скорый келе алмайды, үйде науқасымыз бар. Балдарымызды детсатқа апара алмай арқалап жүрдік екі аяқ киімменен. Ал қазір шүкір жақсы болып қалдық. Асфальт төселіп, қалалық әкімге рахмет. Бұған дейін мердігер мекеме Реалстройснаб жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қызылжарма 47, 48, 49 көшелерінде тас төсеу жұмыстарын сапалы жүргізді. Қазіргі жүргізіліп жатқан тас жол төсеу жұмыстарынан соң асфальт төсеуге кіріспек. Тоғжан Уәлі, Ғалымжан Қожақ, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.